Барлықтарыңызға сәлем. Мен бүгін грим жасауға шешім қабылдадым. Яғни 2 күн бойы барлығын миын шіріп жүргем. Ана жақта барлығы Сүлейман Сұлтан көріп отыр, ал мен как обычно. Бірақ мен жаңа акварельмен қолыма бір полоска жасап көрдім, бірақ мына вообще көрінбейді. Өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар. Қазір мынандай белый гуашьпен, в общем, бір полоска жасап көремін. Так. Вот, гуашьпен шығады екен. Қазір мен сіздерге нәтижеге көрсетемін, қандай грим жасайтынын. Мен өзім әлі негізі шешкен жоқпын, осы видеоны түсіріп отырмын. Бірақ сіздерге нәтижеде көрініп тұратын болады. И соған байланысты грим жасаймын. Олай болса кеттік. Шашым жинапсам түрім бүшті отыр, иә. Қазір комментарийға кейбір адамдар жазуы мүмкін. Ой, гримді обычно нәрселермен жасауға болмайды деп. Бірақ енді бірінші жасап көрейін, потом көреміз. Мен ешқашан бетіме грим өзім жасап көрмегенмін. 1-2 рет басқандай кісілерге жасап қызып көргенмін, бірақ олардың тоже қолданатын краскасы вроде гуашь. Жарайды, көп сөзді қойып, ал енді бояуға кірісейін. Мен көріп отырғандарыңыздай нәтижелерді кішкене бір обводка жасап қойдым, чтобы осы контурдан шықпайтындай. Ал енді бастайық. Ең бірінші, мына жерде көріп отырғандарыңызды бетімді толық ақ қылып бояп алайын деп тұрмын. Мүмкін сіздерге көрінбес, бірақ енді кішкене. Мен бояп бастадым. Мүмкін сіздер айтатын боларсыздар, қазір боғыздың басы істей ма деп. Істемейтін сияқты. Қалжыңдаймын. Маған бұл примерно бір 10 минут алады, бірақ сіздерге бір 2 секунд алатын шығар, олай болса. Мен бір слой ақ түс жақтым. Енді осыдан кейін тағы бір слой жасаймын. Қанша боясам да қастарымды мен кетіре алмай қойдым. Кетіре алмай қойдым дегенде ақ қыла алмай қойдым. Енді қазір мынау кішкене кепсін, содан кейін тағы бір слой жағам. Сосын уже қалған детальдарын жасаймын. Сосын сіздерге көрсем. Түрім енді осылай болып тұр. Қазір носикті бояу керек, сосын қасты кішкене. Түрім примерно не былай болып тұр. Қатты сынамаңыздар, мен соншалықты керемет грим жасайтын адам емеспін. Көзді тоже бояу керек. Дайынсыздар ма? Олай болса міне. Қалай? Сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді осыдан кейін осылай түскен фотоларымды көресіздер. Егер осы видео енді ұнаса, онда лайк басып, арнаға тіркеліңіздер. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh.